Достар, соңғы кездері мен негізі бір болайық көрмеймін ғой, маған алдында бәрі бір болайыққа бар, қосылайыққа бар деп. Онша көрмеймін, бір тиктоктан отрывкаларын көріп қоямын. Сөйтіп келінім қатты көреді да кәдімгідей. Любой жерде қосып жүреді бір болайықта. Сөйтіп бір болайықта соңғы кездері Әйгерім деген қыз бар екен ғой, Мұсаға ғашық. Соны көреді де жатады, екеуінің махаббатына уайымдап, короче. Ол Мұса деген баланы мен де білемін, өмір жүреді ғой әйтеуір. Соған бәрі ғашық, несі бар екенін білмеймін. Мен короче жақта локациям өзгеріп кетті ма. Мен құрбыма подарка іздеп келгенмін ғой. Арайдың қасындағы лакшери деген магазин бар екен, соның ішінде короче осындай туалетный столик бар екен. Любой нәрсені таңдап, уходың болсын, боянатын нәрсе болсын, тестировать етіп, отырып боянып, сөйтіп кетсең болады. Ұнаған нәрсеңді алып. Сөйтіп контур алып қалам ба деп жатырмын, соны көрейін деп жатырмын жақып. Сонымен соны көреді де жүреді, білмеймін, бәрі Мұсаға ғашық, Мұсаға жылап, Мұса үшін төбелесіп, осы сезонда Әйгерім болса, бұрынғы сезонда Агата, Аружан дейма. Достар, менде мындай влажный румяна бар мына соны жақып көріп жатырмын. Арманым еді влажный румянаны өйстіп күліп тұрған жерге свежесть беру үшін жағамын дейді. Улыбайся, Маша. Сол енді Мұсаны айтайын да, Мұса деген несі бар алып баратқан. Мен обычный қазақтың қарапайым бетінде қалы бар баласы, я. Может, ойлаймын ғой, бірақ кейбір жігіттер бар, түрлері онша емес болса, сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын жігіт көп дегенде сондай болып тұр ма. Сол енді жақ келініме айтсам ғой, енді Мұса деген несі артық, оның несі күшті десем, түрін келтіріп алып келінім айтады, тәте, Мұса деген стюардесса ғой дейді. Мен анан түріне қарап деген стюардесса ғой дейді. Мен анан түріне қарап ойландым, министр деп айтайын деп жатырмын. Не болып тұр стюардесса деген, төбеде ракетада обслуживающий персонал емес па? Қыздардың қасында жүретін, а ойбай самолетте деген. Сол білмеймін, несі бар екен алып баратқан. Сол өзім барып көремін ау деймін, қандай жігіт екен деп қой. Қасыма жақып қойдым, күшті келді бәрі бояп. Сол айтайын деп жатқанын айтамын. Ол не сол аспанда стюардесса өзі ұшып жүр ме екен? Өзі ұшып жүрсе екен бір жылау болады. Ол деген самолеттің ішінде отырып қайсен жүр ғой. Сондықтан қыздар, жігіт үшін жыламаңдар. Жылайсыңдар ма? Мен сияқты тамақ үшін жылаңдар. Енді тамақ жемесең аштан қаласың ғой, сол сияқты. Өзім тым опытым болмаса да беттеріңе айтайын. Далада деген нормальный жігіттер толып жүр. Просто олар маған қарамайды, сендерге қарайды шығар енді. Сол айтайын деп отқам, құрсын масқара болып, Низари Кайса дейді ғой, бір болайыққа барып Мұсаға ғашық болып, Әйгеріммен төбелесіп жүр. Олар деген жаман төбелеседі ғой. Төбелеспейді, ұрсады ғой. Төбелеске дейін бармаймын. Төбелеске барып жатсаң, жеңем ғой точно. Просто төбелеске барам деген қорсылтап жылап, масқара болып шығарып жүреді, оған жақта охранниктер көтеріп алып кетеді. Охранниктер көтере алмайды, бірақ ол жақтан бәрін өтіп едім сияқты охранниктер. Сондай болды ғой, ойлай қой, тыныш жүрейін. Болды менде.